Егер жүрегіңіз нәзік болса, мына жерге келсеңіз, точно жылап кетесіз. Осы жердегі қыздардың бір-екеуімен сөйлесіп көрдім. Видеоға түсіруге ұялдым. Әңгімелері жақсы. Ең бастысы өз өмірлеріне шүкірлік етеді. Оқып, үйреніп жүргендері де бар. Шет елде оқығысы келеді. В общем, ештеңеге қарамай өмірлерін сүруде. Нағыз шүкіршілік еткен адамдар. Бұл менің осы кафеге тастаған донатым. Қанша екенін айтпай ақ қояйын, әркім өзі біледі, өзінің жүрек қалауымен. Бұл жерге келесіздер ме, келмейсіздер ме? Жалпы сондай Индияда проблема бар екенін мен осы видеода көрсеткім келген тек сол ғана. Сондықтан әркім өзі біледі, басқа кафеден іше ме, немесе осы кафеге келе ме. Бәрібір сіз тамақ ішесіз, тамақ ішпей жүрмейсіз. Егер сіз бір жерге келіп, тамағыңызды ішіп, соның арқасында сіз сауапты іс жасап кетсеңіз, нұр үстіне нұр емес пе, иә? Сондықтан егер сіз Агра қаласына келіп жатсаңыздар, Широз кафесіне келіңіздер.